Бүгінгі таңда есте сақтау, ойлау немесе кеңістікті бағдарлау қабілеті төмен балаларға педагогикалық, психологиялық қолдау көрсету өзекті мәселелердің бірі. Бұл ретте Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті ғылыми әдістемелік келісім шарт негізінде бірқатар білім ордасымен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Университет оқытушылары, студенттер мен магистранттар инклюзивті білім беруді дамыту аясында түрлі зерттеу жұмыстарын жүргізіп, педагогтармен тәжірибе алмасады. Сол мамандармен бірге бірлесе отырып, ғылыми әдістемелік құралдар шығарылды, ғылыми басылымдарға және халықаралық конференцияларға да мақалалар әзірленді. Жанында интернаты бар 42-ші мектеп Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетімен бірнеше жылдардан бері жемісті еңбек етуде. Бүгінгі таңда мұнда психикалық дамуында тежелуі бар балаларды оқытатын 3 сынып бар. Түзету дамыту жұмыстарының арқасында, мамандардың жұмыстарының арқасында бұл балалардың танымы жоғарылады деуге болады. Көптеген өзгерістер бар. Психология ғылымынсыз өркениеттің өрін бағындыру мүмкін емес. Себебі ол бүгінгі таңда барлық саланы қамтыған дейді мамандар. Сондықтан инклюзивті білім беруді ширатып, орын алған мәселелерді шешу бағытындағы жұмыстар жалғасын таппақ. Дарын Сағитов, Қайрат Қожахметов, Семей жаңалықтар қызметі.